Сәлеметсіздер ме, қадірменді ұстаздар, білім алушылар. 7 А сынып білім алушыларымен өткізілгелі отырған онлайн кездесуімізді бастаймыз. Бүгінгі кездесу барысында Жарылқасын Отарбаев орта мектебінің түлегі қазіргі таңда Сарысу ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы Ұзақбеков Ерболат Ғалиұлымен сұхбат жүргізетін боламыз. Ұзақбеков Ерболат Ғалиұлы 1962 жылы 20 қарашада Жамбыл облысы Сарысу ауданы Өндіріс ауылында қарапайым отбасында дүниеге келген. Білімі жоғары. Жамбыл гидромелиоративтік құрылыс институтын 1984 жылы инженер гидротехник мамандығы бойынша бітірген. Еңбек жолын 1984 жылы Қазгидромет институтында инженер болып бастаған. 1986 жылы Сарысу коммуналды шаруашылық мекемесінде техник, 1986 жылы Сарысу коммуналды шаруашылық мекемесінде шебер, 1986-87 жылдары аудандық агроөнеркәсіптік бірлестігінің техник құрылысшысы, 1987-1989 жылдары аудандық комсомол комитетінде нұсқаушы, 1989-1990 жылдары комсомол комитетінің ұйымдастыру бөлімі меңгерушісінің орынбасары, 1990-1991 жылдары комсомол комитетінің ұйымдастыру бөлімінің меңгерушісі, 1991-1992 жылдары Казпастбиша мекемесінде жұмыс өндірушісі, 1992-1994 жылдары сәулет құрылыс бақылау мекемесінде маман, 1994-1997 жылдары Сарысу ауданы әкімі аппаратының аға маманы, 1997-1998 жылдары Экомет фирмасының техникалық директоры, 1998-2000 жылдары аудандық қазынашылық мекемесінде қазынашы, 2001 жылдың қазан айынан бастап Байқадам ауылдық округі әкімінің орынбасары қызметкерін атқарды. Қазіргі таңда Сарысу ауданы әкімдігінің жер қатынастары бөлімінің басшысы болып қызмет атқарады. Бүгінгі таңда аяулы жар, асыл әке, ардақты ата. Сәлеметсіз бе, Ерболат ағай? Ерболат ағай, балалық шаққа саяхат жасап, өзіңіздің оқып білім алған Жарылқасын Отарбаев мектебі жайлы және онда білім берген ұстаздарыңыз жайлы айтып берсеңіз. Құрметті сарысулықтар, мен Ұзақбеков Ерболат Ғалиұлы 1962 жылдың 20 қарашасында Сарысу ауданы Өндіріс ауылында дүниеге келдім. Біз Өндіріс ауылында Әржеков көшесінде, сол кезде Советский көшесі болып аталатын тұрып өстік. Көшенің бас жағында Айбол Бердібаев, Дариға Ыдырысова, ол көшеде менің кластастарым Асқар, Ержан тұратын. Ол кездегі өмір қызық болатын. Жаттықша қызықшылықпен өтті. Біз коньки тебетінбіз, хоккей ойнайтынбыз, азынан кешке дейін доп қуалайтынбыз. Үйдің жұмысына да үлгеретінбіз, әке-шешеміздің де жағдайын жасайтынбыз. Баққа кеттік деген сөзбен баққа барып ойнайтынбыз. Ол кезде бақ деп аталатынбыз. Сол қазіргі Отарбай мектебінің ойын алаңы болатын. Сол жерде біз доп тебетінбіз осы уақытымызда. Бізге
дәріс берген Үмітжан апай, Әскербек, мектеп директоры Әбішев Мүшбай ағай болады. Сол кісілердің тәрбиесінің арқасында бүгін міне осындай күйге жетіп отырмыз. Жоғары білім алдық. Біраз комсомолдың, партияның мектебінен өттік. Ары қарай баспалдақ бізге ары қарай ашылуына осы білім берген ұстаздарымыздың арқасы деп білемін. Сабақты жақсы оқыдық. Қандай оқу орнын тәмамдадыңыз? Және алғашқы еңбек жолыңыз туралы айтып берсеңіз? Ол кезде эксперимент дейтін болатын. Жақсы оқыған балалар өздерінің аттестатының балына қарай институтта екі пәннен экзамен тапсыратын. Сол экзаменді 4-5-ке тапсырып, Жамбыл гидромәдениеттік құрылыс институтының студенті атандым. 1979 жылы аяқтап, сол жылы студент атанып, Таразға жол тарттық. Менен кейін бір жылдан кейін Бердібай Байбол келіп оқуға түсті. Одан ары қарай студенттік өмір өтті. Ауылға келіп, каникул кездерінде қол жұмыс істейтінбіз. 1984 жылы аталған институтты аяқтап, Алматы қаласындағы Казгидроводхоз институтына барып, инженер болып 2 жыл қызмет атқарып, одан ауылға келіп, туған ауылыма еңбек жолымды қарай жалғастырдым. Аудандық о кездегі коммуналдық шаруашылық мекемесінде шебер. Одан 91 жылға дейін Сарысы аудандық комсомол комитетінде нұсқаушы, бөлім меңгерушісінің орынбасары, меңгерушісі болып қызмет атқардым. 1991 жылдан 92 жылдың мамырына дейін Қазақ жайылымдық бірлестігінде аға прораб, 92 жылдан 94 жылға дейін Жамбыл облыстық аймақтық құрылыс бақылау басқармасында аға маман, 94 жылдан 97 жылдың ақпанына дейін Сарысы аудандық әкім аппаратының бас маманы болып қызмет атқардым. 97 жылдан бастап Алматы қаласындағы Экомет фирмасында техникалық директор болып қызмет атқарып, кәсіпкерліктің жұмысына араластық. Ерболат ағай, ары қарай қандай жұмыс атқардыңыз және еңбек жолыңызға шолу жасап өтсеңіз? 98 жылы ауданға келіп, қайтып 2001 жылдан бастап Байқадам ауылдық округі әкімінің орынбасары қызметін 2013 жылға дейін атқардым. 2013 жылға дейін 12 жыл орынбасарлық қызметте отырдым. Содан сол кездегі аудан әкімі Қанатбек Қайшыбек мырза мені Досбол ауылдық округі әкімі етіп тағайындады. Ол кезде сайлау болатын, сол сайлауға түсіп, сол сайлауда Досбол ауылына әкім болып 4 жыл қызмет атқарды. 1917 жылдан бастап бүгінге дейін Сарысы ауданы әкімдігі жер қатынастары бөлімінің басшысы қызметін атқарып келемін. Қазіргі жас ұрпаққа айтар ақылыңыз қандай?
Қазіргі жас ұрпаққа айтар ақылым, еңбек сүйгіш болса деймін, және де өздерінің өмірін спортпен байланыстырса, күнделікті спортты өздеріне серік етсе, сонда шымыр да шыныққан мемлекетіміздің азаматы болып өсереді деп ойлаймын. Білімдерін көтеру керек қазіргі жастар. Қадірменді де құрметті ел ағасы Ерболат ағай. Мағыналы да мәнді сұхбатыңыз үшін көп рахмет. Сіздің өнегелі өміріңізден келешек жас ұрпақ үлгі алады деп сенемін.